Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және де оқушылар. Мен Тоқтар Әубәкіров атындағы жалпы білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Қуанышбек Балнұр. Бүгінгі деректі фильміміздің тақырыбы «Қасиет қонған мекен». Деректі фильмнің мақсаты Қазәулие Көзана бұлағының тарихи және рухани маңызын таныту, оның табиғи ерекшеліктерін көрсету және жастарға ұлттық құндылықтарды насихаттау. Сонымен қатар біз бұл арқылы киелі жерлерді құрметтеу, оның табиғатын қорғау және ата-баба мұрасына деген жауапкершілікті арттыруды көздеп отырмыз. Табиғаттың қойнауында адамзатқа беймәлім сырлар мен тылсым құпиялар әлде көп. Солардың бірі қасиетті мекен. Халық арасында ерекше құрметке ие болған Қазәулие Көзана бұлағы. Бұл жер тек табиғаттың көркем бұрышы ғана емес, рухани тазару мен үміттің мекені ретінде танылған. Қазәулие Көзана бұлағы ежелден халықтың сеніміне ие болған киелі орындардың бірі. Бұл жерде қасиетті ана өмір сүрген, немесе осы бұлақ арқылы адамдарға шипа дарыған делінеді. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұлақ суы ерекше таза әрі емдік қасиетке ие. Көптеген адамдар мұнда түрлі ниетпен келеді. Бірі денсаулық сұраса, бірі жүрекке тыныштық іздейді. Бүгін біз Қазәулие Көзана бұлағының тарихы мен сырын тереңірек білу үшін ауылымыздың көнекөз қариясымен сұхбаттасамыз. Көпті көрген, өткен мен бүгінді байланыстыратын қариялардың әңгімесі біз үшін баға жетпес қазына. Қарияның айтуынша, бұл бұлақ тек су көзі ғана емес, халықтың сенімі мен рухани тірегі болған қасиетті орын. Мынау керемет. Мына баяғыда 71 жылдан бері бұл жерде ақсақалдар, олар өздері өмірден өтіп кетті. Сол кісілердің айтуы бойынша мында Слабе Кепес деген жазу болады. Алмаңдар, мына жерде әулие жер, қасиетті жер, мекен жер, қасиетті суымыз бар. Бұл жердің несі бар деп сол жерді талқандап жатқанда осы жерін көзім шет. Ол уақытта біз бала күніміз еді. Осы жері келе келіп мынау Жетібаев кеңестеген ағаларымыздың үйінде Мария деген жеңгеміздің аян береді. Осындай Қазәулие Мәмбет баба бар екен, кесенесін үлкейт деп. Сөйтіп ол кісінің аянынан келіп, мынау Мәмбет бабамыздың мына 92 жылдан бастап сол кісілер кірісіп, Есбосын деген ақсақал болып, Болат деген ақсақалдар еңбекші ауылынан келген. Өз Жетібаев кеңестеген Мария кісінің аянынан, орыс апамыздың аянынан келіп, Мәмбет бабамыз кесенесін, әрі Мәмбет бабаның жаңа мешітін сол жылдар қолға алып жатқан жай қалғыздың уақыт еді ол уақытта. Сонан атамыздың кесенесін сол кісі өзі қаражаттырма істеп, мынау Қазәулие осы атамыздың қызы осы көз жасынан шыққан деп, осы ол жаңа емдік қасиетті, бұл ішкі құрылысқа, мынау асқазанға өте пайдалы, халықты біліп жатыр қазір. Мынау бау бар, бауына қарап, жылда қарап отырамыз. Керемет емдік қасиет, қай уақытта болса да емдік шипа бар. Мына қышымаға, әсіресе асқазанға, көзге деген, ол су бұзылмайды. 2 ай болса да тұруға, үйде бір температура тұра беруге болады. Ешқандай бұл несі жоқ. Алла ем шипасын қосын. Еліміз аман, жұртымыз тесік заман болсын, емдік қасиет, ем шипа болсын деп тілеймін. Көнекөз қарияларымыздың әңгімесінің арқасында Қазәулие Көзана бұлағының тек табиғи емес, сонымен қатар өз құндылықтары бар екенін аңғарамыз. Осындай қасиетті орындар арқылы біз өз тамырымызды, өткенімізді, болашағымызды тани аламыз. Табиғатты аялау, өзімізді аялау. Ал осындай қасиетті жерлерді қастерлеу ұлттың рухани байлығын сақтау. Сондықтан да осындай қасиетті жерлерді көзіміздің қарашығындай сақтауымыз қажет.